Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бүгін осылай ұлымның туылған күніне жасаған машина тортымның рецептімен бөлісетін боламын. Қалай жасалатынын бәрін толық көрсетемін. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, өз балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Ең алдымен осылай бисквитімізді дайындап, суытып қоямыз. Толық суығаннан кейін формамыздан босатып, бөліктерге 3 бөлікке бөлемін. 3 бөлікке бөліп, аралары толық суы үшін дайындап аламыз. Ол суығанша кремін дайындаймыз. Креміне мен крем-чиз пайдаланамын. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды, сливкимізді құйып, жақсылап араластырамыз қою крем болғанша. Міне біздің креміміз дайын болып қалды. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен осылай тортты жинап аламыз. Міндетті түрде пропитка жасаймыз. Мен пропиткаға сүтті қолдандым. Міне осылай тортымызды жинап аламыз. Енді осы торттан машинаның формасын шығару үшін екі жағын осылай кесеміз. Кесілгеннен осылай үстін жасап аламыз машинаның. Дәл видеодағыдай қарап жасай береміз. Осылайынан кремімізді бір тегіс қып әдемілеп жағып аламыз. Енді осы артылған кремімізге өзіміз қалаған түстерді қосып, осылайынан араластырып, кремімізді бояп аламыз.
Бояп болған соң осындай мешокқа салып мен басын кішкене қиып осылайынан істедім. Сіздер өздеріңізге қалай удобно, насадка болса насадкамен істесеңіздер де болады. Осылайынан істеп шықтым. Қазір машинаның көзін істеймін мұнда. Алдын ала зубочисткамен сызып алсаңыздар да болады. Мен сызбай бірден істей бердім. Дәл видеодағыдай істейміз. Бетін осылай әсемдеп кремді жағып шығу біраз уақыт алады. Дегенмен торт өте керемет болып шығады. Міне мен осындай машина жасап шықтым. Дөңгелегінің орнына мен Орео печеньесін қолдандым. Видео ұнап жатса сіздерге лайк басып, тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Ұнады деген ойдамын. Жасалуы өте оңай. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.